Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен форель балығын табада майға қуырылған тәсілі және пеште буға пісірген түрімен, екі түрімен бөлісетін боламын. Мінекей мынау менде пеште піскен, мынау табада майға қуырылған, екеуін бір маринадта жасадым. Ең алдымен форель балығын үкіштің осы бетімен жақсылап, әдемілеп тазалап аламыз. Видеода көрсеткендей осы лайфхакпен жасап көрсеңіздер жақсы көмектеседі. Күштің әлі келмеген жерлерін әрине пышақпен де жасауға болады. Ішін жақсылап тазалап, осындай икрасын алып шықтым. Икраны жасау тәсілі бойынша бөлек видеода сіздермен бөлісетін боламын. Мінекей жақсылап тазалап алған балығымызды осылайынан қатты қалың емес, қатты жұқа емес, жұқа болса бізде қатты болып шығады, қатты қалың болып қалса дұрыс пісуі бойынша кішкене дұрыс шықпайды. Сондықтан дәл осы видеода көрсеткендей жақсылап бөлшектерге бөліп аламыз. Енді осы балығымызды мариновка жасайтын боламыз. Мен лимонның осындай шырынымен жасадым. Жарты лимон үстіне бір жарым чай қасық тұз салып, бір чай қасық дәмі бойынша қара бұрыш салып, және де осындай дәмдеуіш балыққа арналған бір чай қасық салып, осы ғана барлығын жақсылап біріктіріп араластырып, жаңағы тазалап, турап, дайындап алған балығымыздың үстіне салып, барлығын барлық жеріне тиетіндей қылып, осылайынан жақсылап араластырып шықтық. Одан кейін бетін жауып, кемінде 1 сағатқа қойып қоямыз. Кемінде 1 сағат өтті. Арнайы формамызға пергамент қағазын салып, сол жерге осылай видеода көрсеткендей жақсылап салып шығамыз, орналастырып. Менде барлығын осы екі қатар салып шықтым. Кішкене балықтарым артылғандықтан мен оның қалғанын кішкене қуырып жіберейін деп шештім. Ол видеомен де сіздермен бөлісетін болам. Мінекей менде осындай екі қатар әдемі болып шықты. Міне қараңыздар. Енді осының бетін фольгамен жауып, 180 градуста қызып тұрған пешке 40 минутқа саламыз. Қалған балықты осылайынан кукурузный крахмалға болмаса ұнға аударып, екі бетін жақсылап қызып тұрған майда қуырып аламыз. Енді бізде сол арада 30 минут өтті. 30 минут өткеннен кейін балығымыздың бетіндегі фольгасын алып тастаймыз. Беті сапсары әдемі пісу үшін бетін осылайынан алып тастап, қайтадан 10 минутқа, 15 минутқа қоямыз. Осылайынан менде әдемі болып пісіп шықты. Қасына гарнирге мен картошканы қуырып алдым. Картошканы майда, ол балықты осылайынан картошкамен жеген жақсы болады, дәмді болады. Мінекей мынау менде духовкада піскен түрі. Өте дәмді, енді дәмін айтып жеткізе алмаймын, жасап көру керек сіздерге. Ол үшін лимонның шырыны әдемі дәм береді. Мынау менде майға қуырып алған түрі, бұл да бізде өте дәмді шықты. Егер сіздерге рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп, тіркеліп, достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жанына келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.